Barchaga salom dostlar. Sizlerмен sport жаңалыктар. Videoni бастамас burun arnaga tirkelib, videoga like басуды unutpаңыздар. Olimpiada чемпионы Jalolov қазақ боксшысымен айқасуға дайын. Аса ауыр салмақта өнер көрсететін өзбекстандық Bahodir Jalolov қазақстандық Нұрсұлтан Аманжоловтың жекпе-жек өткізу туралы ұсынысын қабылдады деп жазыпты. Осыдан бірнеше күн бұрын Аманжолов әлеуметтік желісіндегі парақшасында Жалоловпен бірге түскен суретін салған еді. Оның астына жанкүйерлердің бірі "Ол сені жекпе-жекке шақырып жатыр" деп жазды. Ал Жалолов болса "Біз ерте болса да кездесуге дайынбыз" деп жауап берді. Еске салайық, Жалолов 91 келетін ауыр салмақта Олимпиаданың чемпионы атанған болатын. Сонымен қатар ол 2018 жылдан бері кәсіпқой бокста өнер көрсетеді. 4 рет құлатты. Ауыр салмақтағы қазақстандық қарсыласына нокаутпен жеңді. Ауыр салмақтағы қазақстандық Жан Касабуски Аберхаузен Германия қаласында екінші деңгейлік белбеу сарапқа салынған жекпе-жек өткізді. Қазақстандық нокаутшының қарсыласы жергілікті Хусейн Мухаммед болды. 12 раундқа есептелген жекпе-жекте Жанға тиісі WBI International титулы сарапқа салынды. Қазақстандық боксшы қарсыласына 4 рет нокдаунға түсіріп, бұл жекпе-жекті 3-ші раундында нокаутпен аяқталды. Осылайша Касабуски кәсіпқой 19 рет жеңіске жетті, ал германиялық карьерасын алғашқы рет жеңілді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.